Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымызда біз Кантор жиынының қасиеттеріне арналған есептерді шығарып үйренетін боламыз. Ең алдымен Кантор жиын дегеніміз не? Соған тоқталайық. Кантор жиынды біз бірінші табу керекпіз. Ол үшін біз 0 мен 1 аралығын қарастырамыз. 0 мен 1 интервалын. Яғни Кантор жиынды анықтау үшін бізге нақты сандар жиыны жеткілікті. Осы нақты сандар жиында біз 0 мен 1 аралығын қарастырамыз. Және бұл аралықты біз S0 жиыны деп белгілейміз. Біздің келесі қадам осы 0-1 аралығын 3 бөлікке бөлу керекпіз, теңдей етіп. Яғни 3-тен 1, 3-тен 2. Сосын ортасын тастаймыз, екі шетін ғана аламыз. Яғни келесі қадамда алынған жиын ол бізде S1 жиыны болады. Ол 0-ден 3-тен 1 және 3-тен 2-ден 1 деген екі аралықтың бірігуінен тұрады. Келесі қадамда біз осы қалған екі жиынды әрқайсысын теңдей етіп тағы да 3 бөлікке бөлеміз. Яғни мұнда 9-дан 1, 9-дан 2, 3-тен 1, 3-тен 2, 9-дан 7, 9-дан 8, мұнда 1. Сөйтеміз да, ортасын тастаймыз да, тағы да екі шеттерін аламыз. Нәтижесінде бізде қалған екі жиыннан 4 жиын пайда болды. S2 деген жиын, ол осы 4 жиынның бірігуінен тұрады. 9-дан 2, 3-тен 1, 3-тен 2, 9-дан 7, 9-дан 8 және 1. Осылай жалғастыра беретін болсақ, біз SK деген жиындарды аламыз. SK деген жиын осындай интервалдардан тұрады. Енді Кантор жиын дегеніміз не? Кантор жиыны дегеніміз S әрпімен белгіленеді. Кантор деген сөздің алғашқы C әрпін алған. Осы S деген жиын, осы SK жиындарының барлығының қиылысуы деген қиылысуында. Осы SK жиындарының барлығының қиылысуын алсақ, ол бізде S жиынын береді. Яғни ол деген сөз, осылай ортасын лақтыра береміз, ең төбіндегі қалған жиын ол бізде Кантор жиынды береді. Енді бұл қандай мағынаны білдіреді? S0 мен S1-дан қиылысуы, әрине ол S1. Себебі S1 S0-ның ішкі жиыны. Ал S1 мен S2-ның қиылысуы S2-ні береді. Себебі S2 ол S1-ның ішкі жиыны. Осылай кете береді. Яғни Кантор жиын дегеніміз ең түбіндегі қалған жиынды білдіреді. Енді есептерге көшетін болсақ, бізде ең бірінші есеп ол мынандай. Кантор жиын ол бос жиын емес екенін көрсету керекпіз. Яғни ең соңында бізде қарап тұрсаңыздар, мына интервалдардың ұзындықтары нөлге ұмтылып бара жатыр. Ең соңында бізде мүмкін ештеңе қалмай қалады деген сұрақ болуы мүмкін. Жоқ, олай емес екен. Себебі бізде Кантор жиынды қарайтын болсақ, бізде тұрақты түрде бүкіл SK-ларда 0 мен 1 бар. 0 мен 1 бар. Және де 3-тен 1, 3-тен 2 бар. Себебі 3-тен 1, 3-тен 2, 0 мен 1, 0 мен 1, 9-дан 1, 9-дан 2, 9-дан 7, 9-дан 8. Енді интервалдардың шеткі нүктелері болады. Яғни кем дегенде бізде интервалдардың шеткі нүктелері осы SK жиынына тиесілі. Яғни SK жиыны бізде бос емес. Оны былай жазып қояйық. Since all
endpoints, кешіріңіздер, мұнда n қалып қалыпты. Endpoints of the intervals in CK for all k belongs belong to C, belong to C. Yani барлық шек бүліктелердің бәрі кантар жиынына тиесілі. Енді екінші есебіміз бұл бізге C is bounded. C is bounded. Яғни bounded дегенімізде бұл шеңелген. Біз көріп жатырмыз, кантар жиын дегеніміз бүкіл СК жиындарының барлығының қиылысуы, және бізде кез келген К үшін, СК бізде мынандай қасиетті орындап жатыр да. СК плюс П бұл сабсет болады СК-ға. Яғни осыдан туындайтын нәрсе кез келген К үшін СК С0-ге сабсет болады. С0 деген 0 мен 1 аралығы. Яғни кантар жиын ол 0 мен 1-ге не болады? Сабсет болады. Яғни кез келген СК жиыны ол 0 мен 1-ге сабсет болғандықтан, олардың барлығының қиылысуы 0 мен 1-ге сабсет болады. Яғни 0 мен 1 аралығында жатқандықтан ол bounded болады. Яғни bounded болу үшін біз бір кругтың ішіне сала алу керек еді қой, жалпы R дейді. Бізде бір өлшемді жағдайда ол круг бізде 0 мен 1 аралығын білдіреді. Яғни соның ішіне сала алсақ, онда ол bounded болады. Үшінші бізде C is closed. Яғни бүкіл өзінің лимит поинттарын өзінде қамтиды, closed деп. Бізге дәлелдеу жеңіл болу үшін біз мынандай анықтаманы қолданамыз. Definition. C is closed if its complement is open. Яғни оның толықтаушы жиыны open болса, біз complement дегенде әдетте былай белгілейміз. C complement is open. Яғни жиын оның компleменті. Бірінші әріпін аламыз. Complement дегендегі C-ді аламыз. Complement is open. Бұны көрсету үшін жиын бізде S0 комплемент дегеніміз не? S0 комплемент дегеніміз ол минус шексіздіктен 0-ге дейін, 1-ден плюс шексіздікке дейін. Яғни бұл жиын open. Is open set. Екі open сеттің бірі бөлінген тұрады. S1 дегеніміз не? S1 closed дегеніміз, яғни S1 closed дегеніміз тура осы екі жиынды қамтиды, және бізде мынай аралық бар, 3-тен 1, 3-тен 2, 0-ден плюс шексіздікке дейін is open. Дәл осылай біз S2-нің компleменті is open екенін көреміз, және мынадан аламыз, что CK complement is also open, Яғни кез келген К үшін CK комплементте open екенін көреміз. Осыдан біз мынандай нәрсе аламыз. Біз контрсеттің комплементін қарастырайық, контрсеттің комплементіне. Ал контрсет дегеніміз не? К тең 0-ден шексіздікке дейін СК-лардың қиылысуынан тұратын жиыны, соның комплементі. Енді De Morgan's law деп айтамыз. De Morgan заңдылығын пайдаланатын болса, онда қиылысу бірігуге айналады. Және СК на комплемент СК-ға түседі.
Ал бізде СК комплементтің барлығы open, мынау open sets. Онда бізде андай алғашқы сабағымызда көрсеткен болатынбыз, open жиындардың шексіз бірігуі де open, яғни is open. Демек, C комплементтің open екені көрсеттік, демек C-дің өзі closed. Енді маған орын керек, сондықтан мен өшіруіме тура келеді. Мен контрсеттің анықтамасын өшірейін, есептер тұра берсін. Енді бізде бір төртінші есеп, ол C is compact. Енді компакт жиынның ардағы анықтамасын қарастыратын болсақ, C is compact if it is closed and bounded. Ондай болатын болса, бізде 2 және 3-ші есептер бойынша C is compact. Деген көрсетеді. Яғни біз bounded and closed деген осының алдында көрсеткендіктен, осы екеуінен оның компакт екені шығады. Бірақ бұл тек бізде R-да немесе R-да жұмыс істейді. Жалпы R-да жұмыс істейді. Біздің жағдайымызда D тең бірге, D деген dimension деген сөздің бірінші әріпі. Көбіне орыс литератураларында N болып келеді, RN деп. Бірақ ағылшын, америкалық, жалпы ағылшын тіліндегі әдебиеттерде D әрпінде келеді. Аратай, 5-ші есепке көшейік. Бұл бізде C is perfect. Perfect жиын. Енді бірінші, осының анықтамасын беріп кетейік. Жалпы perfect дегеніміз не? Definition. C has no isolated points. Яғни сыны біз perfect деп айтамыз. Егер сының оқшауланған нүктелер болмаса, оқшауланған нүкте деп аударайық, isolated дегенде. Енді осы оқшауланған нүктенің анықтамасын беріп кетейік. Енді ол не деген сөз? An isolated point of C. Мен мына жердегі анықтамалардың бәрін C-мен беріп жатырмын, бірақ бұл анықтамалар жалпы кез келген жиынға жарай береді. Бірақ кейбір жағдайда мен айтып жатырмын, R-да немесе басқа жиында ғана жұмыс істейді деген сияқты. Бірақ жалпы жағдай, егер ондай нәрсе айтпасам, ол жалпы анықтама, бірақ мен сондағы сіздерге көбірек түсінікті болсын деп, бұл жердегі кез келген бір жиындарды мен C-мен алмастырып жатырмын. Сондықтан анықтамалар тек қана C-ға деп ойлап қоймаңыздар. Of E is a point where X belongs to C such that there exists an R positive where ball with a radius R and the center at X intersection with C is equal to
to the set which contains only x. Яғни с жиынның isolated point'ы жоқ. Isolated point'ы дегеніміз қазір no isolated point деп тұрмыз, яғни неге жазылсайшы кез келген жиынға. Себебі бізде бұл анықтама біздің берілген есеп бойынша ол с-ға жұмыс істемейді, яғни с-да ондай нәрсе жоқ. Сондықтан давайте осы жағдайда мен ауыстырайын. Қандай да бір е жиынның x нүктесі оның оқшауланған нүктесі деп айтамыз. Егер де оның бір маңайы табылып, there exists деген табылады, бір маңайы табылып, сол маңайда x-тен басқа енің элементі болмаса, бұны қалай дәлелдейміз? Осындай нүктесі жоқ с-да, яғни isolated point-сы оның болмайды екен. Оны қалай дәлелдейміз? Оны дәлелдеу үшін біз кез келген x нүктесін алайық с-дан. Ондай болатын болса, бұл x с-калардың барлығының қиылысуына жатады. Яғни бұл не деген сөз? Кез келген k үшін x нүктесі с-кға жатады. Ал біз білеміз, с-к деген ол сабағымыздың басында көрсеткендей интервалдардың бірігуінен тұрады. Кез келген с-к жиыны ол бір интервалдардың бірігуінен тұрады. Яғни x нүктесі сол интервалдардың біреуіне тиесілі болады. Ондай болатын болса, бір табылады y деген нүкте табылады. Yk деп айтайық, с-кадан. Және бұл yk x-қа тең емес. X-қа тең емес. Табылады. Не үшін бұндай нүкте табылады? Себебі с-ка біз айттық, ол с-каға тиесілі, ал с-ка бізде интервалдардың бірігуінен тұрады. Ал x нүктесі сол интервалдардың біреуіне тиесілі болады. Қайсысын екенін білмейміз, бірақ біреуіне тиесілі болады. Бірақ ол интервалдардың ұзындығы бәрі бірдей. Яғни бірдей. Ал ол x нүктесі сол интервалдардың екі шетіне түсіп қалуы мүмкін, немесе ортасына түсуі мүмкін. Ал yk дегеніміз ол endpoint. Яғни арғы шетіне түсетін болса, онда біз бергі шетін ала саламыз. Егер бергі шетіне түссе, онда біз арғы шетін ала саламыз. Ал ортасына түссе, екі шеткі нүктенің біреуін ала саламыз. Яғни мынандай yk табылады, ол x-қа тең емес болады. Endpoint. Енді және қандай қасиет орындалады? Және осы yk менен x-ның арақашықтығы бізде 1/3-дің k дәрежесіне кіші емес тең болады. Екеуі екі шеткі нүкте болып қалған кезде, онда тең болады. Басқа жағдайда бұл кіші болады. Yk-ге тең болады. Ал бізде мынандай бар. Осы 0-ге ұмтылады, когда k шексіздікке ұмтылған кезде. Яғни бізде мынандай нәрсе болып тұр ғой. y0, y1, y2 кете береді. Yk деген тізбек табылып тұр. Осындай тізбек, шеткі нүктелердің тізбегі табылып тұр, который x-қа ұмтылатын. Яғни x-қа ақырсы жақындай береді. Яғни біз x-тің кез келген маңайын алсақ та, бізде осы yk-лердің біреуі табылып қалады. Яғни мына анықтама бойынша тек бір аралықта қандай да бір тек x-тің өзі ғана жатады деген ондай жоқ. Мыналар бір тізбек табылады, және олар шексіз x-ке жақындай береді. Демек, бір x-тің өзі ғана оқшауланып қалып кететін маңай болмайды да ондай. Осымен дәлелдеу тәмам. Жақсы? Perfect. Енді бізде соңғы есебіміз қалды. Біз санның totally disconnected екенін көрсету керекпіз. C is totally disconnected. Бұл өте қызық қасиет. Яғни
бір қарағанда бағанағы айтқандарымызға қарама қайшы көрініп қалуы мүмкін. Яғни disconnected дегеніміз definition, кез келген x, y деген нүкте алып қалсақ, кез келген, онда табылады бір z деген нүкте, который контур жиынға тиесілі емес, осы z x пен y-дің арасында жатады. Осы totally disconnected. Яғни сының кез келген екі нүктесін алатын болсақ, олардың арасынан с-ға тиесілі емес не табылады? Нүкте табылады. Енді осыны дәлелдейік, өте қызық қасиет, бір қарасаң, біздің айтқандарымызға қарама қайшы сияқты болып көрінеді. Қарама қайшы сияқты болып көрінеді. Енді бұны қалай дәлелдейміз? Бұны дәлелдеудің жолы мынадай. Дәлелдеудің жолы мынадай. Біз кез келген бір екі нүкте алайық с жиынынан. Және анықтылық үшін, өзімізге ыңғайлы болу үшін x-ті y-тен кіші деп алайық. Егер ұнамай жатса, онда y-ті x-тен кіші деп алсаңыздар болады. Енді қазірге тең емес қарастырайық, себебі бізде мынау қасиет орындалу үшін, әрине x, y-тен бөлек болуы керек. Енді с0 жиынын қарастырайық, ол бізде 0-1. Бұл жерде аралықты жаңа жазып кеттік, енді соны нақты көрсетейік, осындай жазып кеттік, енді осыны көбірек ашайын дейді. Мына жердегі ұзындығы, мен ұзындық деп белгілейін, L0 тең 1-ге. Егер с1 жиынын алатын болсақ, ол бізде айтқанымызда екі жиынның бірігуінен тұрады, және бұлардың аралығы L0 тең 1 бөлінген 3. Келесі бізде ол 9-дан 1. Енді байқағандарымызда аралық бізде 9-дан 1 болады. 9-дан 2-ден 3-тен 1-ге дейін, 3-тен 2-ден 9-дан 7-ге дейін, 9-дан 8-ден 1-ге дейін. Бұл жерде кешіріңіздер, L1, L2, 1 бөлінген 9. Яғни 1 бөлінген 3-тің квадраты. Демек, біз кез келген СК жиыны үшін мынандай заңдылық аламыз. ЛК дегеніміз тең 1 бөлінген, мынау 1 бөлінген 3-тің 1 дәрежесі, ал мынау бізде 1 бөлінген 3-тің 0 дәрежесі. 3-тің К дәрежесі, яғни ұзындығы кез келген интервалдың СК үшін, ЛК ол 3-тің К дәрежесі, 1 бөлінген 3-тің К дәрежесі. Және біз көріп тұрмыз, мына жерде қолдандық бұл қасиет. Бізде К шексіздікке ұмтылған сайын, ЛК бізде 0-ге ұмтылады, К шексіздікке ұмтылған сайын. Яғни интервалдардың бізде саны көбейген сайын, олардың ұзындықтары 0-ге ұмтылып кетеді. Енді бұл бізге нені береді? Бұл бізге нені береді? Бізде Архимед астына жазбай, үстіне жазайын. Бізде қандырасылай, үстіне жазайын. Енді бізде Архимед заңдылығы бар. Архимедиан property деген бар. Нақты сандар үшін, R үшін осындай Архимедиан property деген бар. Бұл жерде біз мынандай нәрсе аламыз. Егер мынандай сан анықтасақ, логарифм 3 негізді 1 бөлінген d деген сан анықтасақ, бұл жердегі d дегеніміз не? Бұл жердегі d дегеніміз мынадан шығады.
y x'тен үлкен болғандықтан d деп біз y минус x алайық. Яғни екі санның арақашықтығын алып жатырмыз. Және бұл y x'тен үлкен болғандықтан 10 болады. Және бір дегенді алайық. Онда Архимед заңдылығы бойынша біз не аламыз? Архимед заңдылығы бойынша табылады бір n деген сан, который натурал сан табылады, что логарифм 3 негізді 1 бөлінген d көбейтілген 1 кіші болады n-нан. Мына жерде 1 көбейт болса кіші болады 1 көбейтілген n-нан. Осындай деп алайық. Бірге n-ді көбейтсек n-нің өзі бар еді. Яғни біз мынандай теңсіздік аламыз. Логарифм 3 негізді 1 бөлінген d кіші n-нан. Ал бұл жерде біз мынаны аламыз. 1 бөлінген d кіші болады 3-тің n дәрежесінен. Ал осы жерден біз көреміз, что 1 бөлінген 3-тің n дәрежесі кіші неден? d-дан. Формуланы алдық. Енді осы формула нені білдіреді? Бұл формула деген сөз бір табылады с n деген жиын, который x пен y мынандай орналасады. X пен y енді бұл контрсеттен болғандықтан, ол мына s-нда жатады. Бірақ s-дағы интервалдың ұзындықтары ол мына екеуінің арақашықтығынан кішкентай. Сондықтан бір мезетте осы екеуіне қамти алмайды. Яғни екеуінің біреуі ғана тиесілі болады да интервалға, ал екіншісі басқа интервалға тиесілі болады. Өйткені егерде мынау интервалдарға арасына түсіп қалса, онда ол контр жиынға жатпай қалады ғой. Ол екеуі де бізде айтып тұр, контр жиынға тиесілі деп бастадық. Кез келген екеуі де контр жиынға тиесілі деп бастадық. Бірақ бір осындай жиын табылады, ондағы интервалдардың ұзындығы мына екеуінің арақашықтығынан кішкентай, строго кішкентай болып қалды. Яғни екеуі бір интервалда жата алмайды, екеуі екі бөлек интервалда жатады. Ал екеуі екі бөлек интервалда жататын болса, онда бізде контр жиынның құрылысына қарайтын болсақ, ол интервалдар бөлінген, аралар бөлінген, себебі арасын біз тастадық әр кезде. Демек, ол totally disconnected дегенді білдіреді. Демек, C is totally disconnected. Жақсы, осы сабағымызды аяғына дейін тыңдады деген үміттеміз, және осы сабағымыз пайдалы болды деген үміттеміз. Егер осы сабағымыз пайдалы болса және ұнаған болса, онда біздің каналды қолдап, бармақ басып, пікір алаңына пікір жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздерге көп рахмет. Келесі сабағымызда жолыққанша.